Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі Қазақстан тарихы сабағын жүргізетін Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжі тарих пәнінің оқытушысы Жүнісбекова Анара Тағайбек қызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан Майдан арсеналы. Сабақтың мақсаты білімділік, студенттерге соғыс кездегі Қазақстан экономикасының соғыс жағдайына бейімделгендігін түсіндіру. Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына байланысты мағлұмат беру. Жеңіске жету ісіне қазақ халқының қосқан үлесін, Ұлы Отан соғыс жылдарында қазақ батырлары ерен ерлік көрсеткендігін түсіндіру. Дамытушылығы, студенттің ойлау қабілетін, ізденімпаздық, ұйымдастырушылық, оқуға деген ынтасын арттыру. Тақырыпты меңгерте отырып, ұлы жеңіс жайлы білімдерін дамыту. Тәрбиелік, әрбір студентке жеңістің маңыздылығын түсіндіру арқылы отанын, халқын, елін, жерін сүйе алатын патриот тәрбиелеу. Аға-апаларының ерлігі мен есімін ұмытпай, мақтан тұтуға үйрету. Өз елінің тарихына деген қызығушылығын арттыру. Бүгінгі сабақтың жоспары: 1. Соғыстың басталуы және сипаты. 2. Қазақстандықтар Ұлы Отан соғысы майдандарында. Батырлар ерлігі. 3. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан экономикасы. Сабақты бастамай тұрып, түсіндірме сөздікке тоқтала кетейік. Арсенал — соғыс жағдайындағы мемлекеттің негізгі тылы. Майдан қажетін өте алатын аймақ. Отан соғысы — басқыншылық жасаған жауға қарсы отанды қорғау үшін болатын бүкіл халықтық әділетті азаттық күресі. Соғыстың басталуы 1940 жылы 18 желтоқсанда фашистік Германия басшылығы Барбаросса соғыс жоспарын жасады. Мақсаты — КСРО-ға қарсы соғыс ашу. Қауырт соғыс идеясы бойынша соғысты 1941 жылдың күзінде аяқтау. 1941 жылы 22 маусымда Ұлы Отан соғысы басталды. Еңбекшілер отан қорғаушылар қатарына өз еркімен жазыла бастады. Республикада 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтті. Соғыстың алғашқы кезеңінде 14 атқыштар және атты әскер дивизиясы 6 бригада құрылып, майданға жіберілді. Өздеріңіз білетіндей, биыл ұлы жеңіске 75 жыл толғалы отыр. Алапат соғыс кезіндегі батырларымыздың ерлігін еске түсіріп, келесі бейнероликті тамашалайық.
Тарихта Ұлы Отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Армия қатарына 1.196.164 қазақстандық қосылып, әрбір 5-ші адам майданға аттанды. Жалпы соғыс жылдарында 500 қазақстандық Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Соғыстың алғашқы жылдарынан бастап, республика экономикасы соғыс жағдайына көшірілді. Ең бірінші, кәсіпорындар қорғаныс өнімдерін шығара бастады. Екінші, майданға жақын кәсіпорындар Қазақстанға көшіріле бастады. Бейбіт мақсаттағы қаржы қысқартылды. Соғыс жылдарында көптеген жаңа кәсіпорындар, фабрика, заводтар пайда болды. 1941 мен 1945 жылдары барлығы 460 завод, фабрика, шахта салынды. Өнеркәсіп өндірісі соғыс жылдарында 37%-ға өсті. Өнеркәсіптерді Қазақстан жеріне көшіру екі кезеңде жүргізілді. Біріншісі 1941 жылдың аяғы мен 1942 жылдың басы. Екіншісі 1942 жылдың күзінде. Көшірілген кәсіпорындар Алматы, Орал, Шымкент, Семей, Қарағанды, Ақтөбе аймақтарға орналастырылды. Қазақстан КСР-ның негізгі әскери өнеркәсіп базасына айналды. 1942 жылы одақта өндірілген қорғасының 85%-ын, көмірдің 8-ден 1 бөлігін, молибденнің 60%-ын, октанды мұнайдың 1 миллион тоннаға жуығы Қазақстаннан игеріліп жатты. Майданға және басқыншылардан азат етілген аудандарға бүкіл халықтық көмек ұйымдастырылды. Одақта өндірілген 10 оқтың 9-ы осы Шымкент қорғасы заводынан шығып отырды. Соғыс уақытында жұмысшылардың да белсенділігі артты. Олардың соғыс қажетіне аянбай жұмыс істеуі жеңіске алғышарт жасады. Соғыс жылдарында тылда еңбек еткен жұмысшылар ерлігі аңызға айналды. Атап айтсақ, Шығанақ Берсиев, Ыбырай Жақаев, Ким Мансам есімдері бүкіл елге машһүр болды. Ал құрметті студенттер, бүгінгі тақырып түсінікті болса, тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма тұлғаны таны. Суретте берілген тұлғалардың кім екенін анықтаймыз. Ал екінші тапсырма сандар сөйлейді. Яғни берілген сандар немесе даталар қандай оқиғаны баяндайтынын айтамыз. Бұл даталар бүгінгі сабақтан алынды. Егер тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырып көріңіздер. Бірінші Бауыржан Момышұлы, Молдағұлова, Жамбыл Жабаев, Мәншүк Мәметова, Иван Панфилов, Рахымжан Қошқарбаев бейнеленген. Екінші тапсырма бойынша 1941 жылдың 22 маусымда Ұлы Отан соғысы басталды. 1940 жылы 18 желтоқсанда Барбаросса жоспары жасалынды. 316 ол атқыштар дивизиясы. 1945 жыл 9 мамыр Ұлы Отан соғысының аяқталған уақыты. 1941 мен 1942 жылдар өнеркәсіптердің Қазақстан жеріне көшірілген жылдары. 1.196.164 ол армия қатынарына қосылған адамдардың саны. 75 саны Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл дегенді білдіреді. Ал құрметті студенттер, қорыта айтатын болсақ, жеңіске жеткенімізге қаншама жылдар өтсе де, біз әлі күнге дейін Ұлы Отан соғысы майданында қаза тапқандарды еске алып, олардың алдында басымызды иеміз. Батырлардың ерліктері біздің жүректерімізде мәңгі сақталады. Және фашизмді жеңген батырлардың даңқы мәңгі жарқырап тұрады.
ата-бабамыздың жеңіс жолында жасаған көзсіз ерліктерін ешқашан ұмытпай, жас ұрпақтың бойына сіңіруіміз қажет. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, өз-өздеріңізді бағалаңыздар. Ал енді үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Бірінші, Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай ер есімі ел есінде тақырыбында эссе жазу. Екінші тапсырма, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ғылым мен мәдениет. Үшінші тапсырма, ұлы жеңіс сөзіне ребус құрау. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.